Қайырлы күн. Бүгін сіздермен борщ жасайтын боламыз. Өте керемет. Менің рецептіммен жасап көрсеңіздер болады. Менің рецептім ерекше. Сонымен қатар менің YouTube каналыма да тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен осындай сүйек болсын, ет болсын қазанға қайнатып қоясыздар. Қайнағаннан кейін осылай көбігін жай-жайдан алып аласыздар. Ет жұмсақ болып пісу керек. Неке уже қайнап келе жатқаннан мен лавр листін салдым. Лавровый лист, тұз, кішкене қара бұрыш өзінің дәміне қарай қосып жібересіздер. Ал жаңағы салмасына керегін дайындайтын боламыз. Осылай картошканы кубиктап турайсыздар. Өздеріңіздің қалауларыңызға бойынша кішкентай бөліктерге бөлсеңіз де болады. Мен орташа бөлікке бөлдім. Пиязымды барлығын осылай турап алдым. Помидорымды мен енді барлығын қостым. Помидор, перец, оларды қоспасаңыздар да болады. Енді әркім әрқалай жасай береді. Негізі қосқан дұрыс, дәмі өте керемет шығады. Сәбізді де осылай кубиктап турап аласыздар. Бірінші қызып тұрған кішкене май қосасыздар да, соған пиязды қызарғанша қуырып аласыздар осылай. Оған пияз қуырам дегенше, оған шейін осылай сәбізді теркадан өткізіп, жаңағы қызылшаны теркадан өткізіп, осылай дайындап аласыздар. Жақсылап барлығын араластырып қуырғаннан кейін осы қайнап тұрған сорпасын алып, жаңа еттің сорпасын тағы да 10-15 минутқа бұқтырып қоясыздар. Етіміз де дайын болды. Сүйегімізді сүзіп алып, етін турайтын боламыз. Дайын болды. Менде осы бір сүйек қалған, соны қайнаттым. Мен үйдегілерімнің барлығы осы менің рецептім борщты. Рецептім бойынша өте дәмді, сүйіп жақсы көреді осы тағамды. Қараңыз, етімізді саламыз. Тағы да осы дайын тұрған жаңа салмамызды осыған аударып құямыз барлығын. Көрдіңіздер, қып-қызыл болып, өте керемет болып шықты. Осы мен осы жерде лимон қышқылын кішкене сығып қосып жібердім, себебі лимон қышқылы осы қызылшаның түсін кетірмейді. Қараңыздар, өте керемет болып шықты. Менің рецептім бойынша дайындап көріңіз, өкінбейтін боласыз. Алдағы уақытта менің видеоларымды көру үшін осы YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің салып отырған видео рецепттерім сізге бірінші болып көрінетін болады. Осы видеоны соңына шейін көргендеріңізге көп рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.